Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қызыл кітапқа енген жануарлар. Оқушылар, осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсатымен таныс болыңыздар. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып дәлелді жауап беру. Оқушылар, қызыл кітап туралы қызықты мәліметтерге назар аударыңыздар. Қызыл кітап деген сөз тіркесі ғылымға 1966 жылдан бастап енді. Осындағы қызыл деген сөз қауіп төніп тұр деген адамзат баласына ескерту ұғымын білдіреді. Қызыл кітаптарға жер бетінде жойылып кету қаупі төнген және сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлардың түрлері тіркеліп, ондай түрлерді сақтап қалудың және қорғаудың қажеттігі ерекше атап көрсетіледі. Қазақстанның қызыл кітаптары еліміздің аумағындағы жойылып кету қаупі төнген және сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар түрлерін тіркеуге арналған арнайы мемлекеттік құжат болып табылады. Сонымен қатар, қызыл кітаптың беттері әр түрлі түстен тұрады. Қызыл кітап бұл красная книга. Қызыл кітапқа тіркелген жануарлар түрлерінің табиғатқа сақталу деңгейіне сәйкес 5 санатқа, демек 5 категория бөлініп беріледі екен. Оқушылар, осы кестедегі мәліметтерді естеріңізде сақтаңыздар. Ал ендеше оқушылар, осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсатына бағытталған бірінші тапсырманы орындап көрейік. Бірінші тапсырма сұрақтар ілмегі әдісі арқылы жүзеге аспақ. Сұрақтар негізінде тақырыпқа байланысты деректер жинақтаңыздар. Бірінші сұрақ. Сирек кездесетін және жойылып кетуі мүмкін жануарлар мен өсімдіктердің тізімі қандай кітапқа жазылады? Екінші сұрақ. Қызыл кітап беттерінің әр түрлі түске боялуының себебін білесіздер ме? Үшінші сұрақ. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктерге зиян тигізген адамға қандай жаза қолданады деп ойлайсыңдар? Төртінші сұрақ. Қызыл кітапқа жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі ғана жазылады ма? Дескриптор. Мәтіндегі деректердің маңызды тұстарын анықтайды. Ал ендеше балалар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқамен салыстырып көріңіздер. Бірінші сұрақтың жауабы. Сирек кездесетін және жойылып кетуі мүмкін жануарлардың, өсімдіктердің, жәндіктердің, балықтардың және де тағда басқа тізімі қызыл кітапқа жинақталады. Екінші сұрақтың жауабы. Қызыл кітаптың беттері әр түрлі түстен тұрады. Қара беттерде жойылған хайуандар, қызыл беттерде сирек кездесетін, сары бетте тез азайып келе жатқан, ал ақ беттерде құтқарылған жануарлардың түрлері көрсетілген. Үшінші сұрақтың жауабы. Біздің елімізде қызыл кітапқа енген жануарлар немесе өсімдікке зиян тигізілсе, ол адам айыппұлмен қатар бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Төртінші сұрақтың жауабы. Қызыл кітапқа жойылу қаупі бар түрлердің тізімі ғана емес, сондай-ақ қоршаған ортаны сақтауға арналған пайдалы кеңестер жазылған. Оқушылар, сонымен келесі тапсырманы орындауда аударма және түсіндірме сөздіктермен жұмыс жасайтын боламыз. Екінші тапсырма. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздердің мазмұнына түсінік беріңіздер. Бірінші. Қызыл кітаптың беттері әр түрлі түстен тұрады. Қауіп төніп тұр.
сирек кездесетін және жойылып кетуі мүмкін жануарлар. Қызыл кітапқа қоршаған ортаны сақтауға арналған пайдалы кеңестер жазылған. Зиян тигізу. Тапсырманы орындауда сөздіктермен жұмыс жасай алады деген дескриптор ұсынып отырмын. Балалар, осы тапсырма бойынша өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Қызыл кітаптың беттері әр түрлі түстен тұрады. Страницы красной книги из разного цвета. Қауіп төніп тұр. Под угрозой. Сирек кездесетін және жойылып кетуі мүмкін жануарлар. Редкие исчезающие животные. Қызыл кітапта қоршаған ортаны сақтауға арналған пайдалы кеңестер жазылған. В красной книге даются полезные советы по защите окружающей среды. Зиян тигізу. Наносить вред. Оқушылар, алдыңғы сабақта өтілген оқулықтағы мәтін мазмұны бойынша жазба жұмысын жасайтын боламыз. Бұл тапсырма бірге ойлаймыз әдіс арқылы жүзеге аспақ. 3 нұсқаның ішінен қажетті сөзді таңдап жазыңыздар. Қажетті сөздер: сирек кездесетін, киік, сақтау, қорғау, төлдейді, беттейді, мүйіз. Қазақстанның қызыл кітабына өте көп ұшатын, сирек кездесетін жануарлар мен аңдар кірген. Қызыл кітап жануарлар мен өсімдіктерді, ландшафтларды сақтауға, беруге, көруге, қорғауға әсер етеді. Табиғатты әр адам қорғауы, көруі, төлдеуі тиіс. Қазақстанда қорғауға алынған сүтқоректілер: тауық, елік, қоз, қой, ешкі, бұлан, бақа, құлан, құрбақа. Балалар, сіздерге өтілген мәтін мазмұны бойынша ақпараттарды дұрыс жазады деген дескриптор ұсынып отырмын. Ал ендеше балалар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Қазақстанның қызыл кітабына өте сирек кездесетін жануарлар мен аңдар кірген. Қызыл кітап жануарлар мен өсімдіктерді, ландшафтларды сақтауға, қорғауға әсер етеді. Табиғатты әр адам қорғауы тиіс. Қазақстанда қорғауға алынған сүтқоректілер: елік, бұлан, құлан. Балалар, мен сіздерді зерттеу жұмысымен айналысуға шақырамын. Үйде өз беттеріңізше орындауға берілетін тапсырма зерттеу жұмысын қажет етеді. Ендеше балалар, дерек көздерді пайдаланып, Қазақстанның қызыл кітабына енген бір жануар туралы ақпарат жинап, таныстырылым дайындаңыздар. Оқушылар, осы сабақта алынған негізгі ақпараттар туралы ойлана отырып, тақырып пен сабақтың мақсаты бойынша берілген тапсырмаларды орындауда өз әрекеттерімізге талдау жасап көрейікші. Яғни, қызыл кітапқа енген жануарлар туралы қызықты мәліметтермен таныстым. Мәтіндегі деректердің маңызды тұстарын анықтадым. Сөздіктермен жұмыс жасай алдым. Өтілген мәтін мазмұны бойынша ақпараттарды дұрыс жаздым. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.